Бәріне сәлем. Бүгін мен сіздерге осындай Ниццадан, яғни Франциядан шыққан және шын мәнінде қарапайым, бірақ өте дәмді вегетариандық тағамын ұсынып көрмекпін. Ал кеттік, бірге дайындайық. Ең алдымен біздің барлық көкөністерді осылай жұқалап тураймыз. Міндетті түрде осылай баклажандарымызды осылай тұздалған суға малып 10-15 минутқа қалдырамыз. Енді соусты дайындаймыз. Ол үшін бізге пияз, сарымсақ және де қызанақ керек. Шамамен 5-7 минуттай қуырамыз. Дәміне қарай тұз қосып, базилик, қарабұрыш және де қызанақтың қышқылын азайту үшін кішкене қант қосамыз. Міне, енді біздің соусымыз дайын болды. Енді осындай форма для запекания алып, ең алдымен соусты құямыз. Сосын біз жұқалап тураған баклажан, қызанақ, кабачоктарды осылай бір-біріне қабаттап қоямыз. Үстінен шамалы тұздап, зәйтүн майын құйып, фольгамен жабатын боламыз. 180 градусқа дейін қыздырылған пешке 30 минуттай пісіреміз. Сосын фольганы ашып, қосымша тағы да 15 минут пісіретін боламыз. Мінекей, біздің вегетариандық тағамымыз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шықты. Сіздер де пісіріп көріңіз.